Ассалаумағалейкумдер. Мынау Приора дейтін машина. Бүгінгі айтатын әңгіме, яғни көліктеріңізде бәрі жақсы, короткий замыкание жоқ, бірақ аккумулятор өзімен өзі тоқ сорып өліп қала береді. Сол туралы әңгіме болады қазір. Енді қазір аккумулятордан оны енді қалай білеміз, қалай сол туралы сөйлессек. Мынау бізде тестер, яғни 1 вольтқа жақын тоқты сорып тұр деген сөз. Кәдімгі қарапайым неде масса міне вольт, қанша вольт бар екенін тексереді. Біз қазір амперметрге қойып алдық. Міне 10 амперметр. Қазір амперметрді қойып алдық. Енді бұны қалай жалғанады? Міне минусы аккумулятордың құлағына жалғаймыз. Осылай ажырап тұрады, бір-біріне қосылмайды. Біздің плюсіміз міне. Плюсіміз міне. Яғни 10 амперметр дегенге жалғаймыз. Қазір бізде 1 вольтқа жақын тоқ сорып тұр. Енді бұл тоқты қалай сорып тұр, не сорып тұр, сол туралы қарайық, соны іздейік. Яғни бізде кілт сөніп тұр, яғни замок жабулы, бірақ 1 вольтқа жақын тоқты аккумулятордан әлі жұтып жатыр. Оны қазір іздейміз. Ең бірінші біз генераторды қараймыз. Генераторды яғни ажыратамыз. Міне почти 1 вольтқа жақын 92 генераторға көрейік. Генератордың плюсын ажыратам. Қазір міне генератордың плюсы ажырап тұр. Ол яғни міне енді қазір анда қанша тоқ сорып тұрғанын қараймыз. Міне бағана 1 вольтқа жақын, яғни 92 болған, енді ол 38-37-ге келді. Яғни бізді генераторда тоқты жұтып тұр. Қазір генераторда ажыраттық. Яғни генератор қандай жағдайда? Ішінен диодтары, яғни бір жаққа өткізетін диод, тоқ өткізіп алған кезде осылай тоқ сорып кетеді. Енді бізде әлі де тоқ сорып тұр. Бұл не зат? Қазір машинаның ішінен қарайық. Бізде магнитофон қосуға. Магнитофонды ажыратамыз. Магнитофонды ажыраттық, яғни сөнді. Енді алып тастадық. Енді анда барып қараймыз. Бізде қосулы тұрған нәрселердің бәрін ажыраттық. Яғни 003. Бұл не деген? Аккумулятор қазір аккумуляторда тоқ сормай тұр. Бәрі жақсы деген. Біз причинасын таптық. Аккумуляторды қараптан қарап өлтіріп тастап тұрған генератор и магнитофон. Осы екі нәрсені ажыраттық. Генератордың диодный мосын ауыстырамыз, содан кейін ол да жақсы болады. Магнитофонды енді сөндіріп жүреді. Осылай аккумуляторда тоқ сорып тұрғанын осылай тексеріп біле аласыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, хабарласыңыздар, курсқа жазылыңыздар. Рахмет.